Ассалаумағалейкум. Мына мәселе бізге хабарласады адамдар. Әділет министрлігіне болсын, жеке сот орындаушыларға болсын, жалпы мемлекеттік органдерге хабарласқан кезде қазақ тілінде сөйлей алмайтын қазақтар телефон көтереді және сөйлей алмайды. Олар ол жақта қалай жүр? Жеке сот орындаушы қалай қазақ тілінде сөйлей алмаса, не қылып жүр ол жерде? Қазақ тілінде олар емтихан тапсырмай ма? Мемлекеттік қызметкерлер қазақ тілінде емтихан тапсырмай ма? Оның білуі міндетті емес па? Ол қалай ол жерге кірді? Осыған байланысты Қазақстан Республикасының президенті Тоқаев мырза, мен сізден осыны сұраймын. Анықтайық, қазақ тілін сөйлей алмайтын адамдар мемлекеттік билікте, мемлекеттік органдарда қалай жүр? Егер біздің заңымыз бойынша олар білуге тиісті болатын болса. Әділет министрлігі, сіздер де жаңағы жеке сот орындаушыларға лицензияны беруді ұйымдастыру кезінде осыны ойланыңыздар. Ол неге қазақ тілінде сөйлемейді? Неге қазақ тілінің қолдану аясын тарылтады? Неге? Олар қалай кіріп кеткен ол жерге? Одан бөлек, біздің Қазақстан Республикасында осы мемлекеттік қызметтер агенттігі бар, олардағы да сұрақ. Ол қалай мемлекеттік органда жүрген адамдар қазақ тілінде сөйлей алмайды? Сөйлемек түгіл, түсінбейді. Олар қалай өтіп кеткен? Сіздердің жіті қадағалауларыңыздан қалай өтіп кеткен? Қасым-Жомарт ағам, бұл мәселені аяқсыз қалдырмау керек. Өкінішті нәрселер, мен ол жөнінде посттарда жарияладым. Сондықтан мұны қолға алайық. Қазақ тілін білмейтін қазақтар құйтырқы жолмен өтіп кетпесін мемлекеттік қызметке. Оларға жол жоқ. Жол жоқ. Мемлекеттік билікте не істеп жүр қазақ тілін? Қазақтарды өзі қазақ бола тұра, өзінің ана тілін құрметтемейтін болса, ана тіліне құрмет көрсете алмайтын болса, ол не қылып жүр мемлекеттік билікте? Не қылып жүр?